Өкпе артериясының тромбоэмболиясы дегеніміз өкпенің артериясының негізгі бағаны немесе тармағының кенеттен эмболмен, яғни тромбпен бітелуінен өкпе паренхимасындағы қан айналымын тоқтауын айтамыз. Бұл яғни тромбтың үлкен қан айналым шеңберінен кіші қан айналым шеңберіне миграциялану, яғни орын алмастығын айтамыз. Мына жерде фотоға қарайтын болсақ, анық көрсетілген. Осы ауруға алып келетін қауіп факторларды тоқталайық. Ең бірінші, аяқтың терең веналарында тромбоз болатын болса. Екіншіден, онкологиялық аурулар. Үшінші, гиподинамия, яғни бұл аз қозғалатын адамдарда. Келесі, бұл жүктіліктің үшінші триместрларында. Көбінесе варикоз, бұл жүкті әйелдерде көбірек кездеседі, және әйел адамдарда, сондықтан да кімнің аяғында варикоз бар, міндетті түрде емдету керек. Келесі, бұл сахарный диабет, яғни қант диабеті бар ауруларда кездесу жиілігі жоғарылайды. Соңғысы бұл генетикалық бейімділікке байланысты. Енді осы суретке қарайтын болсақ, аяқ венасының тромбозы. Бірінші суретте сол жақта қалыпты жағдайдағы вена көрсетілген, яғни қан төменнен жоғары қарай жүрекке қарай нормада ағу керек. Бірақ осындай тромбоз болған жағдайда, мысалға варикоздың адамның аяқтарын қарасаңыздар, веналары кеңейіп кетеді. Яғни қан тек қана жоғары кетпейді, ары қарай артқа да қайтатын болады, яғни рефлюкс болады. Яғни кеңейген шектерде қан жинақтала береді, ол жинақталған қан бір күні тромб түзеді. Тромб бұл тұрған жерін үзіліп эмболға айналады, ал эмбол жоғары қарай көтеріліп, именно жаңа айтылған өкпе артериясының бағаналарында тұрып қалып, тромбоэмболия, яғни өкпе артериясының тромбоэмболиясына алып келеді. Бұл аурудың симптомдарына келетін болсақ, ең бірінші, кенеттен пайда болатын түсініксіз ентігу басталады, және де осы өкпе артериясы тұсындағы, яғни кеудедегі кенеттен қатты ауырсыну басталады. Сосын науқас қан түкіре бастайды. Тыныс алу жиілігі 30-40-қа дейін артады. Негізі нормада 18-20-ны құрау керек. Жүрек соғу жиілігі бойынша 60-80 болу керек нормада, бірақ ол кезде 100-ден жоғары болады. Және де нормада сатурация, яғни ағзаның оттегімен қанығу деңгейі 95 пен 99-ның арасын көрсететін болса, яғни пульсоксиметрмен өлшеген кезде, ал бұл жерде, яғни өкпе артериясында тромб бітеліп тұрғандықтан ағзаға оттегі дұрыс бармайды, нәтижесінде сатурациясы 88%-ке дейін түсіп кетеді, және де артерия қан қысымы төмендейді. Лабораториялық зерттеуге келетін болсақ, ең бірінші жалпы қан анализін алатын боламыз. Себебі біз науқасқа антикоагулянтты терапия тағайындауымыз керек тромбты еріту үшін, бірақ ол науқастың, яғни тромботисттер деңгейін және де асқазан жолдары бойынша индикаторларын анықтауымыз керек. Сосын Д-димерді анықтаймыз коагулограмма бойынша. Сосын міндетті түрде біз Д-димердің деңгейін қараған кезде, егер науқастың ешқандай клиникалық деңгейлерінде, яғни теланың симптомдары болмаса, бірақ Д-димер 1000-нан төмен болса, біз тела диагнозын қоймаймыз. Егер теланың қандай да бір симптомы кездессе, біреу болсын хотя бы, бірақ Д-димердің деңгейі 500-ден төмен болса да, біз оған тела деген диагнозды қоятын боламыз. Сосын біз оны басқа да аурулардан, жаңа мысалға миокард инфаркті деген кезінде ұқсас болып кетуі мүмкін, яғни ентігудің болуы, кеуде тұсының ауырсынуы, сондықтан біз одан бір-бірінен айыру үшін, яғни диагностика мақсатында тропонин А және немесе Т деген түрін тапсырамыз, лактатты қарайтын боламыз. Бұл аурудың қауіп факторын анықтайтын кезде біз арнайы параметрлерге мән береміз. Мысалға жасына қараймыз, яғни де полына, яғни ер адамдарда көбірек кездеседі. Сосын ол адамда рак болатын болса, жүрек аурулары болатын болса, созылмалы өкпе аурулары болғанда, және де плюсы, яғни жүрек соғу жиілігі 100-нан жоғары болатын болса, қан қысымы 100-ден төмен болған жағдайда, және де тыныс алу жиілігі 30-дан жоғары болатын болса, температурасының төмен болуы және де психикалық ауытқулары бар болатын болса, барлығы ескерілетін болады. Соған байланысты жинаған балына қарай қаншалықты ол адамда тромбоэмболия болу қаупі жоғары екендігін анықтайды. Инструменталды зерттеулер бойынша біз ЭКГ-ны түсіреміз, өкпе аурулары мен жүрек аурулары бұл кезде қатарынан болады, рентгенді түсіреміз кеуде клеткасының, сосын КТ контрастым, пульсоксиметр, жаңа біз сатурациясын анықтаймыз деп айттық қой, яғни саусағына кішкене аппарат қойылып, біз оның ағзадағы тіндердің оттегімен қанығу деңгейін анықтаймыз, компрессионда ультрасонография және де ангиография жасалынатын болады. Емінен тоқталатын болсақ, амбулаторлы жағдайда теланың өте төменгі қауіп қатері
төмен болған жағдайда ғана анықталады. Жаңа біз параметрлер бойынша анықтадық қой, сол бойынша өте төмен риск болған кезде ғана емделеді, бірақ көбінесе біз оны стационарда, ауруханада емдейтін боламыз. Яғни ол жерде хирургиялық бойынша жаңағы эмболды алып тастайды, сосын кавафильтр қойылады. Кавафильтр дегеніміз, яғни қойылғаннан кейін ешқандай тромб түзілмейді, түзілуін жол бермей сразу ертіп тастайтын болады. Сосын науқаста ен төгулер, жаңағы сатурациясы бойынша ағзада гипоксия, оттегі жетіспеушілік болғанда міндетті түрде оған кислородты терапия, яғни науқасқа оттегі беріледі. Сосын дәрі-дәрмектер бойынша жаңағы тромбты ерту мақсатында алтеплаза, стрептокиназа сияқты препараттарды береміз, яғни ол системалық түрде және де локально, яғни бізде өкпе артериясының аймағына жақын, яғни центральный венадан бізде арнайы осы препараттарды жіберетін болады. Сосын антикоагулянттарды орально, яғни ауыз арқылы ішкізетін болады. Егер де бұл антикоагулянттарға қандай да бір төзбеушілік болатын болса, оған аспирин сияқты антиагрегантты препараттарды ішкізуге болады. Ары қарай науқастың жағдайына қарай, мысалға артерия қаңқасын төмен деп айтып, соны көтеру мақсатында 30-ны көтеру үшін арнайы растворлар енгізу деген сияқты уже симптоматикалық лечение кететін болады.